Бізге ақылдасып алу керек еді. Не алаңдап тұрсың? Біз үшін адвокатымыз сөйлеседі ғой. Сен әкеме хабарластың ба? Өзің хабарлашы. Телефоным өшіп тұр. Ұрып соғу ісі бойынша түскендер кім? Біз үшеуміз. Кіріңдер. Жүріңдер. Кіргіз. Менің есімім Болат Жеңісұлы. Мен Диас Исмайловтың ісін жүргізіп жатқан тергеуші боламын. Отыршы. Есімің кім болады? Досжанов Жанайдар Беренұлы. Зардап шегушіге кім боласыз? Мен оның досымын. Мен де зардап шегушімін. Жақсы. Осы төбелес туралы не көрдіңіз, не білдіңіз? Бастан аяқты бір айтып беріңізші. Біз көшеде әңгімелесіп тұрғанбыз. Содан әлгі ақымақтар келіп бізге шабуыл жасады. Ішінде біреуі Битамен Диастың басынан бір-ақ ұрды. Сонда бейтаныс біреулер өздері келіп тиісті ғой. Жоқ, біреуін танимыз. Ернар Жұмаділов. Ал Битамен ұрған жігітті танымаймын. Кешіріңіз, бірақ... Бойжеткен, асықпаңыз. Кезек келгенде жауап бересіз. Жалғастыра беріңіз. Әлгі Ернар дегенің тұратын жерінің телефон номерін білесіз бе? Жоқ. Сосын жалғастыра бер. Біз төбелесіп жатқанда полиция келді. Әлгі екеуі қашып кетті. Ал Диастың жағдайын білмеймін. Жақсы. Жігітім, сен бері жақындаш. Мен жауап бермеймін. Заң бойынша солай істеуге толық құқығым бар. Сондай баппа бірдеңе бар емес пе, е? Жақсы. Бойжеткен, не айтқыңыз келді? Тыңдап тұрмын. Сонымен алдын ала арнайы ескерту хатын берместен бұл балаларды неге тергеп жатырсыз? Сіз кім боласыз? Адвокатсыз ба? Мына кісі балалардың әкесі. Ал мен оның досымын. Және олардың ісіне араласып, қандай да бір мәселе туралы жауап беруге құқым бар адам. Сіз мені тыңдаңыз. Жоқ, жігітім, сен тыңда. Бұл балалар жәбірленуші. Қазір олардың достары жан сақтау бөлімінде жатыр. Сондықтан олар саған ештеңе айтпайды. Ана қағазыңа осылай деп жазып қой. Ал біз уақытты жібермей кетейік. Иә, Бейсенбай тыңдап тұр. Болады. Боссыздар. Келдіңдер ме? Сендердің жағдайларың не болып жатыр екен деп қатты уайымдап отырмын. Анашым, мына беті бүлк етпей тергеушіге бізді ұрып соқты деп өтірік айтты. Аузыңды жаушы! Болды! Бет жерсі ұрысқанша не бүлдіргендерді айтпайсыңдар ма? Бәленің бәрін бастаған әкешім мынау! Мен? Я сен? Менің досымның жағдайы анау. Ал сен болсаң, менің сөзімдарыңды бәлексің. Ана сен болмағанда, ана сенің суретшің болмағанда бұндай жағдай бірі де болмас еді. Қандай кездесу және? Қандай кездесу? Мені аңды соңынан ермегенде осы біреуде болмас еді, ақма! Болды, қойды. Ол рас па? Және,
Сен онымен не үшін кездестің? Ол сені де бізді де алдап, әбден масқара қылды ғой. Білмеймін, анашым. Мені не үшін алдаған сұрағым келді. Оны жай ғана ұмытып қоя салуың керек еді. Иә. Оның қандай адам екенін түсінді ғой. Бұл деген әділетсіздік. Ол бар шындықты білу керек. Біздікі дұрыс емес, әкеші. Қайдағы әділетсіздік? Қайдағы әділетсіздік? Айттың ба, айтпадың ба? Жан, Ашуыңды бас, жан. Болды ғой! Ашуыңды бас дейін. Кет әрі, көзіме көрінбе. Кет. Және, маған қара. Оған шерменде бәрін айттың ба? Нақты не айтқан есіме жоқ. Есіңе есіңде түрмеге отыра! Есіңе соға! Болды сан! Қой! Түрмеге отыра! Болды дей болды! Олар бәрін білсе де ештеңе өзгерген жоқ. Ұқтың ба? Олардың саған деген күдігі әу бастап боласың. Ұқтың ба? Әркім өз жазасын өтеу керек. Аузыңды жап! Жоға! Ағам болғаным үшін өкініп тұрмын. Енді көзіме көрінбе. Жан. Жан, отыр. Апам үйде жоқ сияқты. Мен артық кеттім. Саған араласпа деп айтқан жоқпын ба? Сонда сен таяқ жеп жатқанын қарап отыруым керек па мен? Мен жоқ болсам сен оларды сол жерде өлтіретін еді. Әлгі болған қала тұрғанын көрдім. Өліп қалмасын деп тіле. Соны қойшы. Әлгі ақымақ байдың өзі сияқты. Әлде сонда есуастарсын түрмеге отырғың келе ме, Бекнар? Сені құтқарғанға айтып отырған алысың осы ма? Бекер құтқарыппын сені. Қойшы. Бейтаны қайда қойдың? Білмеймін. Бір жерге тастай салма. Басың жасай ма? Ол жерде саусақтарың іздері бар емес пе? Оны кім іздеп жүреді дейсің? Керек болса тауып алады. Кім? Айтпақшы, сен Жаниядан бізге қажетті ақпаратты алдың ғой, а? Диктофон қостың ба? Көлікте жанайдарын жүргізгенін айтты. Жарайсың. Аудиожазбаны маған жіберші. Тез. Болшы, тез. Жоқ, оны айтқан жазған жоқпын. Не? Сен басың істей ме? Біз осының бәрін не үшін ұйымдастырдық онда айтшы? А? Ал енді маған не үшін диктофонды қоспағанын түсіндір. Басында қосқан болатын. Кейін қарасам жазылмай қалған. Соңғы кезде телефонды істемей жүр. Әкеш телефонды. Не үшін? Бер деймін саған. Бер деп тұрмын ғой саған. Тарт қол. Жібер. Әкел. Әкеш бер. Қашуым керек. Ол тез қаш. Шатыр арқылы. Қайда? Тартшы. Не болды? Мұнда басқа ешкім жоқ. Ағаң қайда, Ернар? Білмеймін деп айттым ғой, білмеймін. Ернар! Балам, не болып жатыр? Аудандық полиция бөлімшесіненбіз. Сіз кім боласыз? Анасымын. Ұлыңыз Бегнар Жұмаділовтің қайда екенін білесіз ба? Жұмысында болар. Не болып қалды? Негізі ол қайда жұмыс істейді? Кім болып істейді? Курьер деп айттым ғой, тамақ тасиды. Сен тыныш тұршы, бала. Иә, не болып қалды? Жағдай былай, сіздің ұлыңыз Бегнар Жұмаділов Диас Исмаилов деген азаматқа ауыр дене жарақатын тигізгені үшін іздеу жарияланды. Құдайым-ай. Диас дегені кім тағы?
Білмеймін, апа. Диас Исмаилов 2000 жыл дүниеге келген азамат. Ол қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Мына ұлыңыз Ернар да оны танымаймын деп отыр. Бірақ біздің оған күмәніміз бар. Бұлай болуы мүмкін емес. Бегнардың бұл іске қатысы бар дегенге сен алар емеспін. Мүмкін сіздер қателесіп тұрған шығарсыздар. Өкінішке қарай, куәгерлер де, жәбірленушілер де бәрі солай деп отыр. Ал мынау, ұлыңыз Ернар Жұмаділовті ұстауға берілген қаулы. Сондықтан сіз де бізбен бірге бөлімшеге жүруіңізді сұраймыз. Ернарда ма? Иә. Балам, бұл қалай болды? Маған түсіндіріп айтшы. Бұның әлгі жол апатына қатысы бар ма? Қандай жол апаты? Апа, бұл маңызды емес. Апа, бұл түсініспестік болу керек. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болды. Отырыңызшы. Жүр, бізбен бірге жүр. Жоқ. Жоқ, қазір жүр. Сабыр Ернар, балам, не болып кетті? Құдайым-ай, не болып кетті, не болып жатыр? Ернар, балам. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Апа, жыламаңыз. Жүр, бол. Апа, жыламаңыз. Тартшы қолын деп үйде қалыңыз. Ернар, балам. Бегнар? Бегнар, балам. Ернарды полицейлер ұстап әкетті. Сені де іздеп жатыр. Тағы да не бүлдірдің бер? Уайымдама, бәке. Ол жігіттің айтқандарын дәлелдей қоятындай қолында құжаттары жоқ. Оның үстіне ол анау ағасының атын қателесіп айтуы да мүмкін. Олар бәрін жазбасашы. Қош. Соның бәрін алдын ала ойлап қоятын немене, олар тыңшы ғой деп едің? Сен оларды білмейді екенсің. Әлгі жігіт дегеніне жету үшін. Тіпті менің үйіме кіргім болатын. Үйіңе кіріп кетті ме? Иә. Жасырын ба? Жоқ. Бізді алдап түсіріп, қалай кіріп кеткенді білмей қалдық. Одан бәрін күтуге болады. Солай де. Ендеше шынында да абайлау керек екен. Сонда не істе дейсің? Көлік апатының болған рас қой? Иә. Рас. Оны жасыра алмайсың. Жақын арадағы дүкендердің, ана жолдың қиылысындағы камералардың тура сол уақытта сенің көлігің жүйткіп келе жатқанын түсіріп алса, олардың дәлелдеуі оп-оңай болады. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Оның мынандай бір жолы бар. Соны саған айтайын деп тұр. Иә. Сен осы ана жүргізушіңді жақын арада жұмыстан шығарып жібердің деп едің. Иә. Бірақ әлі жалақы алып жатқан көрінеді ғой. Талғат. Ой, болмас жерде ол. Көлікті соғып алған соң, ресми түрде осы айдың соңында шығады. Міне, саған керегі осы жігіт. Соны пайдалануың керек. Түсінбедім. Бәкәй, кішкене ойлансашы. Жоқ, Қайсар, жоқ. Мен олай істей алмаймын. Жоқ. Бала шағасы бар ғой.
Ай, бәкәй. Бұл заманда кез келген нәрсе сатылады. Кез келген нәрсе сатып алынады. Иә. Тек оның Бағасына келісу керек. Апа, біз жай ғана төбелесіп қалдық. Жай ғана? Олардың айтуынша, Диас деген бала жансақтау бөліміне түсіп қалыпты. Диас. Демек, тірі екен ғой. Бұл істің жол апатына қатысы бар ма? Әзірге ештеңе айта алмаймын. Бірінші, өзім көз жеткізіп алуым керек. Демек қатысы бар. Мен сендерден кек алушы болмаңдар дедім ғой, неге айтқанды істемейсіңдер? Апа, мен бәрін реттеймін. Бұл жерде Ернардың ешқандай қатысы жоқ. Егер полицияны өзім күтіп алғанда, олар мені алып кететін еді. Сонда сен бәрін көріп тұрсаң да тығылып тұра бердің бе? Мен қазір көкеме хабарласып, бәрін шешем. Уайымдамаңызшы. Хабарлас. Бәріне кінәлі сол. Қолмен істегенді мойнымен көтерсін. Құдайыма енді қайттың. Көке. Ернарды полиция ұстап алып кетті. Маған іздеу жариялады. Айқайламаңызшы. Тек айқайламаңызшы. Мен қазір бәрін рет-ретімен түсіндіріп берем. Иә. Демек ағаңның қайда екенін білмейсің ғой? Мен білмеймін деп айттым емес пе? Мен мұнда не үшін әкелдіңіздер? Тұтқындамақсыздар ма? Әзірше осында бола тұрасың. Куәгерлердің айтуынша бұл іске кінәлі сенің ағаң. Ал сен куәгер ретінде тіркелесің. Бірақ куәгерден күдіктіге айналып шыға келуің оп-оңай. Біз заңсыз нәрсе жасаған жоқпыз. Оны ана басы жарылған жігітке айтасыңдар. Мен құрбым Жания Досжанмен кездесуге бардым. Біз сөйлесіп тұрған кезде оның ағасы Жанайдар қасында досымен бір жігітті ертіп келді. Аты Сержан. Сөйтті де мен ұра бастады. Сонда қалай? Жайдан жай ұра бастады ма? Мүмкін оның ағасы сендердің кездесулеріңе қарсы шығар. Олай болуы да мүмкін, ал Сержанның Жанияға қатысты өзіндік жоспары болған. Сосын ары қарай не болды? Сержан мен Диас Жанайдар белгі берген бойда мен қолымнан байлап ұстап алды. Сөйтті де Жанайдар соққыға жығып, маған Жанияға жолаушы болма деді. Бұрын куәлік етіп көріп пе едің? Жоқ, бірінші рет. Неге сұрадыңыз? Бәрін рет-ретімен айтып бергеніңе қарағанда жарайды. Артық ештеңе жоқ. Жалғастыра бер. Мен жай бар болған істің анық-қанығына көз жеткізгім келеді. Сол кезде ағаң қайдан шыға келді? Жоқ еді ғой. Менің білуімше жақын туыстарыма қатысты куәлік етпеуіме болады. Солай емес пе? Бәрін қайдан шыға келген ақылсыңдар осы. Жарайды, ары қарай жалғастырамыз. Мынаны мұқият оқып шықты. Іспен таныстым деп қол қойып жүре бер.
қаладан шықпау туралы хаттама. Демек үйге қайта беруіме бола ма? Иә, болады. Оны неге сұрадың? Bir жаққа барайын деп пе едің? Жоқ, мен жай. Тыңда, бұл іс біткенше әлі бұл жерге талай келуге тура келеді. Ағаң ұстағанша. Оның еш кінәсі жоқ. Кінәсі жоқ болса қашпас еді ғой. Мысалы, мына сен ешқайда кеткен жоқсың ба? Енді ол жай қорқып қалуы мүмкін. Неден қорқады? Кінәсіз адам ештеңеден қорықпайды. Бол, жарайды, бос, бара бер. Сосын ағаң айтып бар. Кеш болмай тұрғанда өзі келіп берілсін. Бос. Көке, Ернар, қалайсың? Сені жіберді ме? Иә. Ал. Не болды? Бекнар маған қысқаша бірдеңе түсіндіргендей болды. Бірақ оның айтқанынан түк ұқпадым. Ой, Бекнар битамен ұрғанды ғана біледі. Ана бір жігіттің басын жарды. Не дейді? Басын? Тірі ме? Тірі, бірақ жансақтау бөлімінде жатыр. Әрі қарай не істемек ойың бар? Әзірше білмеймін. Такси болып жұмысқа кіретін шығар. Оның өз қиындау болайын деп тұр. Бір айдан соң келіншегімде босануы тиіс. Түсінікті. Айтпақшы, Талғат, әлгі көліктің қайта жөндеуге кіргізгенімізді білуші ме едің? Бұл жол қатты соғылды. Жай ма? Жан, көлік апатына ұшырады. Қалайша, өз аман ба? Аман, тек қысқасы әлгі апаттың салдарынан бір кісі зардап шекті. Жолды мас күйінде өтпекші болған. Тірі ме? Мәселе сонда, ол мерт болды. Мәссаған. Полиция тергеусін бастап кінәлі іздеп жатыр. Содан маған бір ой келді. Саған ақша керек қой. 2 балам бар дегендей. Алдағы уақытта шығындарын көбеймесе азаймайды. Түсінбедім. Сонымен не дегіңіз келіп отыр? Бәрін түсініп тұрсың ғой. Не дейсің? Балам, қашып кеткен жоқсың ғой? Жоқ. Мен еш кінәм жоқ, сол үшін жібере салды. Ернар, маған қатысты ештеңе кетпеді ма? Енді саған да келсін, сосын көреміз дейді. Бекнар, балам, сен де барып қайтсаң қайтеді. Көріп тұрсың ғой, Ернарды босатты. Барам, бірақ қазір емес, апа. Қазір емес. Не? Осылай, өмір бақи қашып жүрмекпісің? Алтынбек. Жоқ, Бек дұрыс айтады. Ол жаққа әзірше баруға болмайды. Олардың ойларында не барын кім білсін. Мен сені осыларға бас көз болады ғой деп сеніп жүрсем, неге үйретіп отырғанын қара. Бер қара. Бер қара дедім мен саған. Көп сөзді қойда. Дәп қазір полицияға барасың. Олай істесе оны бірден қамап тастайды. Оның жағдайы менікіден бөлек. Себебі оның қолында битасы болды. Жоқ, мен келіспеймін. Егер полицияға өз еркімен барып берілсең, жазаны жеңілдетеді. Егер солай істесең, сотта сенің сөзін сөйлеп, тек жақсы қырларыңды атып өтем. Сосын адвокат тежегіштің істен шыққанына байланысты тоқтай алмағанды айтады. Ары кетсе, 1,5-2 жыл түрмеде отырып келесің. Белентай ұрла. Сіз не деп отырсыз? Сендер пәтер жалдап тұрасыңдар ғой, солай ма?
Айтқанды орындасаң, өз пәтерің болады. Көкем, жаяу жүргіншіні кімнің қаққаны мойындалған аудио жазба қолымызда болса, пайдаға ма? Оны неге сұрады? Енді Ернар сол үшін сөйлесіп емес пе? Егер олардың шабуыл жасауға қандай да бір себебін анықтай алсақ әрине. Демек, аудио жазба дәлел ретінде қарастырылады. Ой, сол бір қоймай айтып жүрген аудио жазбаларында не айтылған? Оны мынау түсіндірсін. Мен бәрін айттым емес пе? Құлағым сенде. Мен не деймін, біз және мен арадағы әңгімені диктофонға жазып алайық деген болатынбыз. Е? Әкемді кім қаққанын айтып, мойындайтын шығарды ойладым. Ол мойындады. Сен оны қорғаштап, диктофоным істемей қалды деп отырсың. Мен шындықты айтып, өтірік айтып нем бар? Сенің жағдайың түсінікті. Сен оған басың айналып ғашық болып, не үшін кездескеніңді ұмыттың. Кетші. Ернар, бұл ойын емес. Егер жазба сенде болса, біз сол жазба арқылы беренді қыспақ қаламыз. Сосын қандай да бір келісімге келуімізге болады. Менде жазба болғанның өзінде бұның Диасқа қатысты істе еш пайдасы болмайды. Демек, аудио жазба бар ғой? Мен олай деген жоқпын. Бізге берен ғана көмектесе алады. Мысалы, Диас өзі бетонға құлап, басын ауыртып алды деп айтқызуы мүмкін. Менде ешқандай жазба жоқ. Болды, осымен әңгіме бітті. Одан да Бекнарды қайда жасыратынымыз ойланайық. Сен үлкен қателік жасап отырсың. Ол дұрыс айтады. Саған толы бөлек. Олар қайтадан осында қайтып келуі мүмкін. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қызым. Тамақ ішесің бе? Иә, Роза апай қайтып қойды. Жақсы ұйықтадың ба? Әр нәрсені бір ойлаймын деп ұйықтай алмадым. Нені ойладың? Рахмет. Анашым, шыныңызды айтыңызшы. Әкем соның бәрін білді ме? Нені айтасың? Оны сүймей тұрмысқа шыққаныңыз туралы айтам. Оның өзінің жақсы көргендігі жеткілікті еді. Қазір оның бәрі артта қалды. Ешқандай маңызы жоқ. Мен сержанға тұрмысқа шығуға дайынмын. Рас па? Міне, ақыл тоқтатты деген осы. Уақыт өте келе дұрыс таңдау жасағаныңды түсінесің. Мүмкін. Ертең не боларын кім білсін. Бәрі жақсы болады, қызым.
Мен бөлмемде тамақтанамын. Берен. Және сержанға тұрмысқа шығам деді. Бұл бір жақсы жаңалық екен. Қалай көндірдің, не дедің? Не айтқаны маңызды емес. Бұл жаңалықты қайсар айтуым керек. Егер тездететін болсақ, тойды бір айдан кейін жасауға болады. Бір аяз ғой. Қалыңдық көйлегін тапсырыспен тіктіретін болсақ, 1,5-2 ай кетеді. Дайын көйлек сатып ала саласыңдар. Қазір сендердің қалауларымен жүретін кез емес. Берен, сонда қызыңды қалай болса солай тұрмысқа бересің бе? Алдымен тойға келетіндердің тізімін жасап, мейрамхана тауып, ас мәзірін дайындауымыз керек. Майраға хабарлас. Осының бәрімен айналысатын біреуді іздеп табыңдар. Тойды тезірек өткізуіміз керек. Балаларға не сыйлаймыз? Болды, бар бер. Менің маңызды қоңырауым бар. Сосын анау ұнамады, мынау көңілімнен шықпады. Жарайды, бар. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Қысқасы мен біраз ойландым. Бұл телефонмен айтатын әңгіме емес. Жарты сағаттан кейін үйге кел. Жарайды. Ассалаумағалейкум. Ойландың ба? Әзірге нақты шешімге келе алмадым. Бірақ бәрі сізге байланысты. Қалай сонда? Мен айтарымды айттым. Енді бәрін өзіңіз түсініп тұрсыз ғой. Мен ең кемі 2 жыл өмірімді босқа өткізем. Оның арты немен шешіледі, оны да ешкім білмейді. Мен сен туралы мәлімет жинастырған болатынмын. Сенің ағаң сотталған болып шықты. Сондықтан да бұл өмір сен үшін жаңалық бола қоймас. Ағам ол ағам. Мен ол мен. Сенімді түрі сөйлейтін болсын ғой. Өзгеріпсің. Осыған дейін нағыз үндеместің өзі едің. Қазір бәрі өзгерген. Түсінікті. Сонымен не дейсің? Сіздің ұсынысыңызға қатысты көп ойландым. Мен келісем. Бірақ менің сыйақымды 2 есеге өсіруіңіз керек. Солай. Сага, жасаған жақсылығыңды өмір бойы ұмытпайтынды білесің ғой. Бұл істі соңына дейін жеткізу керек. Айта беріңіз. Мен саған бір дөкейдің баласы бауырымды қақып біткен туралы айтып едім ғой, есіңде ме? Иә. Міне, сол бауырымды қаққан дөкейдің баласы екенін дәлелдейтін менде аудио жазба бар. Оны мойындап айтып отырған сол баланың қарындасы. Сол аудио жазба осы іске дәлел бола ала ма? Негіз болу керек. Ендеше сол аудио жазбаны жарты әлемге жария етіп сұхбат берсе қалай болады? Алдымен мен тыңдап көрейін, маған жіберіңіз. Жоқ, ол менде қазір жоқ, бірақ болған кезде бірден саған жіберем. Әлгі кісі кім? Негіз қандай жұмыспен айналысады? Беренді айтасың ба? Иә. Ол кәсіпкер. Не болды? Жай. Ертең жоғарыда таныстар болып басымыз бәлеге қап жүрмей ме дегенім ғой. Жоғарыда мықты таныстар болса баяғыда бір адамды отырғызар еді ғой. Бұл іс тапжылмастан осы уақытқа дейін бір орында тұр. Тыңдап тұрмын. Кім?
Ұсталды ма? Жақсы, қазір барам. Тергеуші хабарласты. Жол көлік оқиғасына қатысты біреуді ұстаған көрінеді. Қалай, берем бе? Жоқ, басқа біреу, бірақ кім екенін түсінбедім. Маған хабарласуды ұмытпаңыз. Жақсы, хабарласам. Жүргізушіні ме? Осыған сен аласыз ба? Ол кісі өз бетімен келіп, оқиғаның қалай болғанын нақты фактілермен дәлелдей отырып айтты. Адам қаққан сол кісі болса, берен оны бірден ұстап берер еді. Осында түсінбейсіз бе? Қалай болғанда да осы жағдайды зерттеп, тергеуіміз керек. Оған уақыт кетіріп қайтесіздер. Сіз бас дейтін ақылды адамсыз. Ал олар болса, бұл істі қалай жапсақ деп ұзақ ойланды. Ақыры жақсылық әкелмейтінін сезе бастаған бойда жүргізушіні ұстап берді. Оның бәрі тек сіздің ойыңыз ғана. Сосын сіз неге Беренді кінәлеп шығарғыңыз келеді? Әлде оған деген басқа да өкпеңіз бар ма? Оның себебі біреу ғана. Дәл сол сияқтылар барлығын былықтыратта, артынан сүттен ақ, судан таза болып шыға келеді. Ал сіз сияқтылар соларды қорғап, арашалайды. Бері тыңдаңыз, мен сізді түсінемін. Сіз Беренді кінәлеп шығарғыңыз келеді. Алайда, ешқандай да дәлеліңіз жоқ. Мен ешкімді жақтамаймын, бұл менің жұмысым. Мен қолда бар фактілермен ғана жұмыс істеймін. Ал сіз бәрін тек эмоцияға салып, орынсыз ашуға беріліп отырсыз. Ендеше, осы іске қатысты бүкіл бақ өкілдерін шулататынымды ескерерсіз. Оны өзіңіз білесіз. Ал енді кабинетті босатыңыз. Кімдікі бұрыс, кімдікі дұрыс екенін уақыт көрсетеді. Және тоқташы. Бір сұрағым бар. Көліктің тізгінде сен болдың ба? Жоқ. Жанайдар ма? Мен артқы орында отырдым. Мен бәрін естідім. Жазбаны жібер. Не үшін? Ол бізге керек. Мен жаңа полиция бөлімшесінде болдым. Кінәлі ретінде көлік жүргізушісі отыр сонда. Берен оған ақша ұсынып, кінәсін мойындаған кездірген сияқты. Біз сендегі жазба арқылы өтірік айтып, жазадан жалтырмақшы болғанын дәлелдей аламыз. Көке, бұған Жанияның еш қатысы жоқ. Неге олай дейсің? Енді олармен соғысқанда не пайда табамыз? Сол қажет пе бізге? Ернар, біз сенің әкең үшін кек алуымыз керек. Онда Жанияны араластырмаңыз. Жазбаны жібер. Жоқ. Күштеп тартып алғанды қалайсың ба? Көке, қойыңызшы. Өтінемін, сен олай жасай көрмеңіз. Бермеймін, немесе өзім өшіріп тастаймын. Солай ма? Сонда қас жауыңның қызы сенің әкеңнен артық болғаны ма саған? Кінәсіз адам біреу үшін жауап бермеу керек. Көлікті тізгіндеген адам ғана жазаланады. Әлде оның ағасына да жаның аши ма? Мен жауыздық жасағым келмейді. Мен оны сеніміне кіріп алдап кеткендей болам. Егер ол мен диктофонмен келгенді білсе, мен ешқашан кешірмейді, көке. Ернар, ол сені шын сүйсе, түсіністік танытады. Әңгіме кешіру, кешірмеуде емес. Әңгіме сенің әкеңде, отбасыңда. Анаңды ойласаң, Ернар.
қайда жасыратынын шештің бе? Білмеймін. Әлі ештеңе ойластырмадым. Жазбаны көкеме жібердім. Уайымдамасаң болады. Жақсы болған екен. Дұрыс істедің. Бірақ анамыздың айтқаны дұрыс. Бізге осы жерден тоқтау керек. Егер осылай жалғаса беретін болса, бұл ешқашан бітпейді. Әкемізді бәрібір қайтара алмаймыз. Ернар, біз енді тоқтата алмаймыз. Әрине, Диасқа да жаным ашиды. Бірақ оның орнында әлгі Жанайдар болу керек еді. Соны қорғаштап алға шыққан өзі. Айтпақшы. Оның қайда жатқанын біліп, барып қайтса қайтеді. Не үшін? Ең құрғанда жағдайын біліп, аман ба, жоқ па, мүмкін саған жасырудың қажеті болмас. Енді ұрып соғу үшін жаза бөлек емес пе? Тірі сияқты. Хорошо. Жүріп кетейік, ұсталып қалып жүреміз. Аға, не болды? Ембек кеттік. Сендер кімсіңдер? Бұл жерде не істеп жүрсіңдер? Біз жай біреуді көруге келгенбіз. Иә. Ахмет Анварұлы! 18 пайыз эфинофрин әкел. Тездет, бол. Аға, не болып жатыр? Бәрі дұрыс па? Болды. Пайдасы жоқ. Қалайша? Өліп қалды ма? Сендер кімсіңдер? Бұл сендердің достарың ба?